Аллаху субхану ва таала бүкіл жаратылысты дегесі. Жаратылыс дегенімізде көзге көріне тұрған, көзге көрінбей тұрған жаратылыс бар. Көзге көріне тұрған жаратылысында, көзге көрінбей тұрған жаратылысында бүкіл жаратылыстың егесі жаппар егеміз Аллаху субхану ва таала. Аллаху субхану ва таала Құраны Кәримде айтады: Табаракаллази биядихил мулк ва хуа ала кулли шайин қадир. Берекелді болды, ұлы болды, бүкіл мүлік құдіретінде болған, ол барлық нәрсеге қадір дейді. Мүлік дегенде, құрметті көрермендер, ол көзге көріне тұрған нәрсені айтады екенбіз. Аспан, жер, күн, ай, не нәрсе көзге көрінсе, бұл мүлік екен. Енді малакут деген нәрсе, бұл көзге көрінбей тұрған нәрселер. Адамның жаны, жындардың, періштелердің жаны, мынау жаңағы толқындар, тартылу күші, радиация, бұның барлығы көзге көрінбейді. Бұның да егесі, бұны да жаратушы Аллаху субхану ва таала. Міне Құраны Кәримде Аллаху субхану ва таала айтады: «Авалайса аллази халақас самауати вал арда биқадирин ала ан яхлуқа мислахум бала ва хувал халлақул алим. Иннама амруху иза арада шай'ан ан яқула лаху кун фаякун. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون дейді. Міне пәк болған зат, бүкіл мәләкут құдіретіндегі болған зат, сендер оған қайтарыласыңдар дейді. Яғни көзге көрінетін да, көзге көрінбей тұрған нәрсенің барлығының егесі Аллаху субхану ва таала екен. Осындай кең әлемді жаратқан Аллаху субхану ва таала адам баласында бір керемет, көркем, күрделі қылып жаратты. Біздің да көріне тұрған жағымыз бар, көрінбей тұрған жағымыз бар. Міне денеміз, мүшелеріміз көзге көрінсе, біздің жанымыз, ақылымыз көзге көрінбейді. Аллаху субхану ва таала адам баласын осындай күрделі қылып жаратты. Адамның жаны бар, ақылы бар, нәпсісі бар, ашуы бар, тәні бар. Тәніміз көзге көрінсе да, жанымыз көзге көрінбейді. Тәніміз көзге көрінгендіктен, көре тұрған нәрсеге тәніміз құштар болады. Ал жанымыз көзге көрінбейді, сондықтан жанымыз көрінбей тұрған нәрсеге құштар болады. Ақыретке құштармыз, Рәбімізге құштармыз, періштелерге құштармыз, жәннатқа құштармыз. Аллаху субхану ва таала осылай қылып адам баласын жаратты. Міне адамның екі жағы бар, ол тәні, жаны. Тәніміз қандай азыққа мұқтаж болса, жанымыз да сондай азыққа мұқтаж. Аллаху субхану ва таала өзінің Құраны Кәримін пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға түсірді. Міне көзге көрінбей тұрған мағанауи нәрселерді көзге көріне тұрған нәрселермен Аллаху субхану ва таала теңестірді, сүйреттеді. Өйткені біз жақсылап оны білуіміз үшін. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламда көптеген хадистерде мысал келтіреді. Бұл мысалдан мақсат адамдардың түйсігіне жақсы жету үшін, жүрегіне жақсы орнығу үшін. Мысалға айтатын болсақ, Аллаху субхану ва таала Құраны Кәримде айтады: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء. Аллаху субхану ва таала көркем сөздің мысалын көркем ағашқа теңестіргенін көрмейсіңдер ме дейді. Ол ағаштың тамыры тереңге кеткен, бұтақтары аспандарға жеткен, Аллах Тааланың ізніменен, Аллах Тааланың рұқсатыменен жеміс беріп тұрады. Адамдар ұғыну үшін Аллаху субхану ва таала осылай мысал келтіреді дейді. Бұл көркем ағаш, яғни бәйтерек, тамыры тереңге кеткен, бұтақтары аспанға жеткен. Бұл ағаштың өзінің түрі де әдемі, оның түсі де әдемі, оның иісі де әдемі. Екінші, бұл ағаштың тамыры тереңге кеткен. Яғни қозғалмайды, қандай дауыл болса да, жел болса да, ол тамырынан қопарылып кетпейді, оның негізі берік. Ал үшінші, оның бұтақтары аспандар менен аспандарға жеткен.
Ал төртіншісі болса, бұның жеміс беріп тұрады. Жемісі бұл өте тәтті, дәмді. Бұл ағаштан мысалы, бұл «Ла илаха иллаллах» кәлимасы дейді. «Ла илаха иллаллах» кәлимасы. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам және бір хадисінде айтады, Құран оқи тұрған момынның мысалы дейді, бір көркем жеміс сияқты дейді. Жаңағы апельсин, мандарин сияқты. Оның иісі де әдемі, дәмі де әдемі. Құран оқымай тұрған мұсылман болса, ол құрма сияқты дейді. Оның дәмі әдемі, бірақ оның иісі жоқ дейді. Құран оқи тұрған мұнафық дейді. Ол райхан гүлі сияқты дейді. Оның иісі жақсы, бірақ оның дәмі әші. Оның жүрегінде не жоқ? Иман жоқ, Алла сырасын. Ал Құран оқымай тұрған мұнафық дейді. Ол нейді? Ит жүзім сияқты. Оның түрі де жаман, оның иісі де жаман, оның не дейді? Дәмі де жаман дейді. Бұл ағаштан ғалымдар айтады, бұл ағаш, көркем ағаштан мысал дейді, бұл момын мұсылман. Яғни, оның сенімі тереңге кеткен. Міне момын адамның, оның иманы тереңде. Оның тәні міне, ол әрдайым Аллах Тағаланың әмірін орындайды. Намаз оқиды, ораза тұтады, қажылыққа барады, зекет береді, садақа береді. Бүкіл оның жаратылысы не қылады? Оны не жақсылыққа шақырып, жамандықта не қылады? Тияды. Және бірде пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтады, иман деген бұл бір ағаш сияқты. Оның бұтақтары 60-тан асқан, немесе 70-ке жуық дейді. Ең берігі ол кәлима «Ла илаха иллаллах», Алладан басқа табына тұрған, сиына тұрған ешбір илах жоқ. Ал енді ең кішкентай оның бұтағы көшедегі адамдарға зиян беріп жатқан нәрсені алып тастау дейді. Ал енді осы Құран-ы Кәрімдегі аяттың жалғасын оқитын болсақ, Рәббіміз айтады: «Алам тара кайфа дарабаллаху масалан калиматан тойибатан кашажаратин тойиба аслуха сабитун фаруха фис-самаа ту'ти укулаха кулла хинин би'идни раббиха ва ядрибуллаху ал-амсала лин-наси ла'аллахум ятазаккарун масалу калиматин хабисатин кашажаратин хабисатин اشتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء». Енді жаман сөздің мысалы жерден жұлынған, қопарылған, тұрағы жоқ бір ағаш сияқты дейді. Бұл Құдай сақтасын, бұл жаман сөз, бұл күпір сөз. Біздің қазақта да мақал бар, жақсы сөз бұл не дейді? Жарым ырыс дейді. Бұл жақсы сөздің ең басы «Ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулулла». Алладан өзге табынатын, сиына тұрған ешбір илах жоқ. Мұхаммаду Расулулла Аллаху Субхану ва Тааланың елшісі. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам хадиси шәрифінде келеді: «Абдалу құлту ва ана ва набиюна мин қабли ла илаха иллаллах». Мен және де менен алдыңғы пайғамбарлардың айтқан сөзінің ең абзалы Алладан өзге сиынатын, табына тұрған ешбір илах жоқ. Жаман сөз деген бұл күпірлік сөз, Аллаға ортақ қоса тұрған сөз. Алла асырасын, бұл жерден қопарылған, түбірі жоқ, жаман ағаш сияқты дейді. Аллаху Субхану ва Таала момындарды осы берік сөзбенен бұл дүниеде оларды бекітеді және де ақыретте қолдайды дейді. Яғни момын адамның сөзі де, ісі де осы іске не болады? Байланысты болады. Міне момын адамның сөзі де, ісі де бұл не болады? Құрметті көрермендер, жақсы болады. Жаман сөзден біз не сақтануымыз керек. Аллаху Субхану ва Таала момын адамды осы жақсы сөзбен бұл дүниеде қолдайды және де ақыретте қолдайды дейді. Яғни оның бұл дүниедегі оның ақырғы сөзі «Ла илаха иллаллах» болады. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам хадиси шәрифінде айтады: «Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна». Кімнің ең ақырғы сөзі,
жан берердегі ең ақырғы сөзі ла илаха иллалла болса, Алладан өзге табынатын сыйына тұрған ешбір илах жоқ деген сөз болса, ол жәннатқа кірді дейді. Аллах субхану ва тағала бәрімізді осы сөзбен бұл дүниеде, ақыретте қолдап қуаттасын. Енді момын адамды, адам баласын қабырға кіргізген кезде, мүнкәр нәкір келген кезде, Раббың кім деген кезде, момын адамды да Аллаху субхану ва тағала осы сөзбенен қолдап қуаттайды. Бәрімізге белгілі, бәріміздің алдымызда тұра тұрған бұл не? Сұрақ. Бұл дүниеден өткеннен кейін, қабырдың аузын жапқаннен кейін, мүнкәр нәкір келеді. Раббың кім дейді? Момын адам, Раббым Алла дейді. Дінің не дейді? Дінім ислам дейді. Жөнетілген кісі жөнінде не дейсін десе, ол пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам дейді. Сөйтіп, момын адам ол сұрақтан өтеді. Пайғамбары Мұхаммад алейхиссалам мені мәйітті жерлегеннен кейін сахабаларға айтатын, бауырларың үшін истиғфар айтыңдар, және де оның бекем болуын Аллах Тағаладан сұраңдар дейді. Яғни мүнкәр нәкір келген кезде, Раббым Алла, дінім ислам, пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам деп жауап беруде берік болуын оны сұраңдар дейді. Аллаху субхану ва тағала бәрімізді бұл дүниеде, ақыретте осы сөзбен қолдап қуаттасын. Пайғамбар алейхиссаламның бір хадисінде айтады, адамның денесінде бір ет бар дейді. Ол ет түзелсе, оның бүкіл денесі түзеледі дейді. Ал ол ет бұзылса, бүкіл адамның денесі бұзылады. Ол біліңдер, ол жүрек дейді. Ол жүрек қашан тура болады? Ол жүрек бір ғана Аллаға бағынса, ол жүрек Аллаға құлшылық қылса, ол жүрек Аллаға сәжде қылса, ол жаңағы бір көркем ағаш сияқты болады. Оның қолы да, аяғы да, тілі да, көзі да, бәрі ойы да, ол тек қана жеміс береді. Яғни қолыменен адамдарға садақа зекет береді, аяғыменен ол намаза тұрады, жақсылыққа барады, тілімен адамдарды жақсылыққа шарлайды, жамандықтан тияды. Тіліменен бүкіл денесі ол қоғамға оның пайдасы болады. Аллаху субхану ва тағала сіздермен бізді осы ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла сөзіменен қолдап қуаттасын. Осы сөзге лайықты, шынайы, момын мұсылман болуымызды Аллах Тағала бәрімізге нәсіп етсін.